Здравствуйте, ребята! Урок номер 6. Я гражданин своей страны. Мен өз елімнің азаматымын. Ты будешь создавать высказывания по началу текста, понимать ключевые идеи текста, соблюдать в речи и на письме грамматические нормы. Упражнение 1. Прочитай. Оқимыз. В нашем государстве есть книга законов, и называется она Конституция. В Конституции записано, что Казахстан является независимым государством, и каждый человек с момента рождения становится гражданином Казахстана. Также в ней написаны права и обязанности граждан. Біздің елімізде заңдар жинағы кітабы бар. Ол Конституция деп аталады. Конституцияда Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде жазылған. Және де Қазақстанда дүниеге келген әрбір адам дүниеге келген сәтінен бастап Қазақстанның азаматы болып есептеледі. Және де Конституцияда әрбір азаматтың құқықтары мен міндеттері туралы жазылған. Какую информацию ты узнал? Қандай мәлімет білдің? Выпиши из текста выделенные слова. Қарамен жазылған сөздерді жазып аламыз. Поставь к ним вопросы. Сұрақ қоямыз. Выделенные слова: Конституция, государство, гражданин, права и обязанности. Теперь вопросы. Что Конституция? Что государство? Кто гражданин? Что права? Что обязанности? Упражнение 2. Послушай. Тыңдаймыз. Много-много лет тому назад, как нам люди говорят, был придуман он, Конституции, закон, и с тех пор за годом год его чествует народ. Кто законы соблюдает, тот, конечно, уважает Конституцию, страну, людей и родину свою. Муканов. Көп жылдары бұрын заң ойлап тапты. Ол заң Конституция заңдары деп аталады. Содан бері жылдан жылға адамдар оны құрметтейді. Кім заңды сақтайтын болса, сол өзінің конституциясын, елін, адамдарын және туған жерін құрметтейді. Назови ключевую идею стихотворения. Өлең жолдарындағы басты идеяны ата. Ключевая идея: кто законы соблюдает, тот, конечно, уважает Конституцию, страну, людей и родину свою. Это ключевая идея стихотворения. Бұл жолдар өлеңнің басты идеясы. Выпиши из текста выделенные слова, глаголы. Мәтіннен қарамен жазылған сөздерді, етістіктерді жазып аламыз. Определи форму времени, вид. Қай жақта тұрғанын анықтаймыз. Выделенные слова: чествует, соблюдает, уважает. Эти глаголы стоят в настоящем времени, несовершенном виде. Қарамен жазылған етістіктер: құрметтейді, сақтайды, сыйлайды. Бұл етістіктер осы жақта тұр. Упражнение 3. Выбери правильный вариант. Дұрыс жауабын табамыз. Какой первый документ ты получил сразу после своего рождения? Свидетельство о рождении. Дүниеге келген сәттен бастап, сәттен бірден қандай құжатты иелендің? Туу туралы куәлік. Какое слово стоит перед твоей фамилией в свидетельстве о рождении? Туу туралы куәлікте сенің фамилияңның алдында қандай сөз тұр? Гражданин, азамат. Гражданином какого государства являешься ты? Қай елдің азаматысың? Республики Казахстан. Казахстан Республикасының. В каком законе страны написаны все права и обязанности граждан? Қандай заңда әр адамның құқығы мен міндеттері туралы жазылған? Конституция. Конституция заңдарында. Идем дальше. Упражнение 4. Поставь вопрос. Сұрақ қой. Юные граждане Республики Казахстан обязаны любить и уважать своих родителей, уважать символы государства, любить и беречь свою родину, охранять природу. Қазақстан Республикасының жас азаматтары не нәрсеге міндетті? Өзінің ата-анасын жақсы көріп құрметтеуге, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, және өз отанын жақсы көріп қорғауға, табиғатын қорғауға міндетті.
Теперь вопросы, сұрақтары. Любить и уважать своих кого? Родителей. Уважать что? Символы. Символы чего? Государства. Любить и беречь свою что? Родину. Охранять что? Природу. Упражнение 5. Выбери. Таңдаймыз. Какие права есть у тебя? Выбери нужные словосочетания и запиши в тетрадь. Подчеркни предлоги. Қандай құқықтарың бар? Өзіңе қажетті сөз тіркесін таңдап, дәптерге жазып аламыз, предлогтардың астын сызамыз. Сначала прочитаем. Право на образование. Білім алуға құқық. Право на защиту. Қорғанысқа құқық. Право на драки. Төбелеске құқық. Право на отдых. Демалысқа құқық. Право на наказание. Жазалауға құқық. Право на помощь. Көмек алуға құқық. Какие у тебя есть права? Сенің қандай құқықтарың бар? Правильное словосочетание. Дұрыс сөз тіркестері. Право на образование. Білім алуға құқығың бар. Право на защиту. Қорғанысқа құқығың бар. Право на отдых. Дем алуға құқығың бар. Право на помощь. Көмек алуға құқығың бар. Упражнение 6. Вставь нужное слово. Қажетті сөзді қоямыз. Я гражданин Казахстана с момента своего рождения. Дүниеге келген сәтімнен бастап, мен Қазақстанның азаматымын. Мы находимся под защитой нашего государства. Біз мемлекетіміздің қорғанысындамыз. У нас в Казахстане граждане гордятся государством, гербом, флагом и гимном. Біздің Қазақстанда Қазақстан азаматтары ел таңбамызбен, туымызбен, әнұранымен мақтанады. Вспомни, есіңе түсір, местоимение, слова, которые указывают на предмет, признаки и количество, но не называет их. Есімдік дегеніміз заттың санын, сынын көрсетеді, бірақ атамайды. Упражнение 7. Словарный диктант. Сөздік диктант. Мой, твоя, свое, наш, его, ваши, она, они, никто, ничто, себе, себя, каждый, всякий, такой, столько. Как определить, на что указывает данные местоимения? Бұл есімдіктер нені көрсетіп тұр? Мой, твой, свое, наш, его, ваши – эти слова, которые указывают на признак предмета по его принадлежности к чему-либо или кому-либо. Менің, сенің, өзінің, біздің, оның және біздің. Бұл сөздер бір заттың біреуге немесе бір нәрсеге тиесілі екенін көрсетеді. Она, они указывают на тех или того, кто не участвует в диалоге, или на предмет. Ол, олар. Бұл диалогқа қатыспаған адамды көрсетеді. Немесе затты. Никто, ничто. Ешкім, ештеңе. Местоимение указывает на отсутствие предмета. Жаңа бір заттың жоқтығын көрсетеді. Себе, себя. Өзіне, өзін. Указывает на лицо, о котором идет речь. Айтылып тұрған адамды көрсетеді. Каждый, всякий. Указывает на один предмет из ряда однородных. Әрбір кез келген. Бұл есімдіктер, яғни біркелкі заттардың арасында біреуін көрсетеді. Такой, столько, сондай, соншалық. Служит для выделения среди других какого-либо определенного предмета признака количества. Бір заттың сынын, санын көрсетеді, яғни бірнеше заттың арасындағы бір заттың, анық бір заттың санын және сынын көрсетеді. Урок окончен, до свидания.